Бүгін осындай әдемі кекс дайындайтын боламыз. Ыдысқа жұмыртқаны қантты салып, миксердің көмегімен жақсылап қозғап аламыз. Болғаннан соң үстінен еріген сары майды құйып, жай ғана венчикпен қозғаймыз. Ал енді үстінен ұнды және де қопсытқышты салып, шамалы біркелкі болғанша қозғап аламыз. Үстінен сүт және де сұйық майды қойып, тағы да жақсылап араластырамыз. Массамыз дайын болды. Ал енді екіге бөлеміз. Біреуіне какаоны қосып, тағы да жақсылап қозғаймыз. Керекті ыдысымызды алып, пергамент қағазын төсеп, осылай әрқайсысын кезектеп видеодағыдай астына салып шығатын боламыз. Қалауыңыз бойынша құйсаңыз да болады. Барлығын салып болғаннан соң 180 градуста қызып тұрған пеште шамамен 30-35 минуттай пісіріп алатын боламыз. Міне біздің кексіміз дайын болды. Ағаш таяқшаның көмегімен тексеріп аламыз. Бетін қалауымызша әсемдеп, кішкене салқындатып асқа берсек болады. Міндетті түрде жасап көріңіз. Өте жұмсақ, дәмді болып шығады.